Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бауырды табада жұмсақ етіп пісірудің жолын көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандай, ең алдымен бауырдың сыртындағы осындай пленкасын алып тастаймыз. Ол өте оңай, тез жылынады. Сыртындағы осы қабығын алып тастасаңыздар, бауырларыңыз жұмсақ болып піседі. Бауырдың арасындағы түтікшелер немесе әртүрлі шандырлардың бәрін алып тастаңыздар. Бауырды жұқа 4 бұрышты етіп турап аламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, барлығы түсінікті етіп түсірілген. Дәл осы әдіспен бауырды осылай қуырсаңыздар, үйдегі барлық адамға ұнайды деген ойдамын. Көріп тұрғандарыңыздай, бауырды осылай жұқа етіп тураймыз. Пісу барысында тез піседі және өте жұмсақ болып піседі. Ал енді пиязымызды осылай турап аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз жақтылап қуырылғаннан кейін үстіне бауырды және керегінше тұз салып қуырып аламыз. Қуырылып болған бауырдың үстіне жарты стакан жылы су құямыз. Суымыз қатты ыстық немесе қатты салқын болмау керек. Және де астын өте баяу қылып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Өте баяу отта 15-20 минут аралығында пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бауыр өте жай болып пісіп жатыр. Дәл осындай баяу отта пісіріп алыңыздар. Бұдан қатты болып кетсе, бауырларыңыз қатты болып қалады. Дәл осындай баяу отта піскен бауыр өте жұмсақ болып піседі. Дәл осы ыдыспен бауырларыңызды пісірсеңіздер, үйдегілердің бәріне ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Бұл менің енемнің бауыр пісіру әдісі. Әсіресе үйде асығыс кезде осы бауырды осылай қуырып бұқтырып пісіріп берсеңіздер, өте жұмсақ болады және үйдегілерге ұнайды деген ойдамын. Піскен тамағымыздың үстіне пиязды турап қойып жіберсеңіздер, бауырмен керемет үйлеседі. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Менің каналымның дамуы үшін жай ғана видеоларды көріп кетпей, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Каналымда күнделікті жаңа рецепттер. Тіркеліп алыңыздар.